Сәлем достар, ECC дипломдар төңірегіндегі M2 басқарушылық есеп кітабын қарастыруды әрмен қарай жалғастырамыз. Ақпараттың құны бар, value of information. Оның құны сол ақпарат арқылы сақталған, үнемделген, арттырылған ақша сомасымен өлшенеді. Былайша айтқанда, пайдамен өлшенеді. Мысал келтіретін болсақ, reducing unnecessary costs, яғни артық шығындарды азайту сұрағы бойынша ақпаратқа ізденіс жұмыстарын жасау, inefficiencies, тиімсіздіктерді және wastage, ысырапшылдықты болашақта жою мүмкіндігін алады екенбіз. Менеджер бұл туралы бейғам жүретін болса, онда excess spending, аса артық шығындар жалғаса береді екен. Ақпараттың өзіндік құны не нәрселерден тұратынын атап өтуіміз қажет. Біріншісі, the cost of gathering data, деректерді жинау. The cost of processing data, өңдеу. The cost of storing data and information, деректер мен ақпараттарды сақтау. Одан кейін the cost of providing the information, ұсыну, жеткізу, дәріптеу деген сияқты. The opportunity cost of management time, басқару уақытының альтернативтік өзіндік құны. Яғни, это стоимость упущенной выгоды, которую можно было бы получить, выбрав другой вариант. Яғни сіз басқа сол уақыт аралығында қандай басқа іспен айналысқан кезде алу мүмкіншілігі болған пайдаңыз деген сияқты ғой, былай қарап тұрғанда. Енді жалғасын жіберіп алмас үшін тіркеліп қойыңыз. Рахмет.